Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге ағзамызға өте пайдалы, витаминге толы жасымықтан осындай пюре суп дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Ысып тұрған қазаныңызға гахи майын салдым. Өз қалауыңызша басқа май қолдансаңыз болады. Мен супты етсіз істейін деп жатырмын. Ет салып істесеңіз әдемі болады. Ең алдымен пияз салып қуырып аламыз. Оның үстіне 2 тіше сарымсақ салып, тағы да қуырып алатын боламыз. Үткіштен өткен сәбізімізді саламыз. Оны да қуырып аламыз. Оның үстіне мен картоп салып жібердім. Өз қалауыңызша салмасаңыздар да болады, картопсыз да әдемі болып шығады. Және қызыл тәтті бұрыш салдым. 1 ас қасық томат салып, жақсылап араластырып 1 минут көлемінде қуырып аламын. Осының үстіне 2 үлкен кесе салқын судан құямын. Және бетін жауып қайнатуға қойып қоямын. Осы қайнайтын уақытта мен жасымықты алып, бізде қызыл түсті жасымық 2 кесе алам. Сөйтіп жақсылап жуып алатын боламын. Бізде жасымықтың түрі осындай болады, яғни чечевица, красный чечевица. Жасымықты 3-4 қайта жуатын боламыз. Судың түсі мөлдір болғанша жуамыз. Мінекей біздің сорпамыз қайнап шықты. Осы қайнаған уақытта дәміне қарай тұзын және кішкене қара бұрыш салып жібердім. Және үстіне осы жасымықты салатын боламыз. Жасымықты салып, баяу отта қайнағаннан кейін бетін жауып қайнататын боламыз жарты сағат көлемінде. Жарты сағат қайнаған жасымық бізде осындай болып шығады. Жасымық тез өзіне бойына суды жинап алады және көлем бойынша үлкейеді. Мен пюре істегенге осындай стационарный блендер қолданамын. Өз қалауыңызша погруженный блендерді қолдансаңыздар болады. Осылайша әдемі пюре шығатын болады. Үстіне лимон согын сығып жіберемін. Дәмі ерекше болып шығады сол кезде. Осыған керешки, яғни қатырылған нанды да қосып жесеңіз, дәмі өте керемет болып шығады. Ағзамызға өте пайдалы, анемияға көмектесетін осындай жасымықтан супымыз дайын болды. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Соңына дейін көргеніңізге көп рахмет.